кредит алып, оны уақытында төлеп жатқан едіңіз. Бірақ қандай да бір мәселе пайда болып, төлей алмай қалдыңыз. Әрі қарай сіздің жағдайыңыз не болуы мүмкін? Түрмеге жабу, үйді, көлікті тартып алу, немесе банкте сақтап жүрген ақшаңызды алып қою мүмкін бе? Осы жағдайға заң жағынан қарастырып көрейік. 5-6 күн просрочкадан кейін банк пен коллекторлар сізге күн сайын қоңырау соғып, жағдайыңызды сұрай бастайды. Ең бастысы, банк шотыңызда тұрған ақшаны төлемеген несиеңіз үшін сізден сұрамай ала бастауы мүмкін. Қай банкте шотыңыз бары маңызды емес. Қай банкте ақшаңыз бар, ала береді. Мысалы, кредитті Каспийден алып төлемей жүрген болсаңыз, жусанда ақшаңыз болуы мүмкін. Немесе соған ақша түскен жағдайда банк сіздің ақшаңызды алып қояды. Банктың бұл әрекеті заңсыз болып есептелмейді. Себебі кредит алған кезде бәрі арнайы келісімшартқа қол қояды. Иә, сол бәріміз оқымай қол қоя беретін әртүрлі қағаздарды айтам. Ол жерде бұл туралы жазылған, және сіз оған қол қою арқылы рұқсат боласыз. Банктер мен коллекторлар сізге ғана қоңырау соқпай, таныстарыңыз, туыстарыңыз және достарыңызға да хабарласуы мүмкін. Кредит төлемеген үшін түрмеге жабама? Қысқаша айтатын болсақ, жоқ. Себебі бұл заң бұзу емес. Тек несие берген адаммен арадағы келісімшартты бұзған болып есептелесіз. Сондықтан несие төлемеу заң бойынша қылмыс болып есептелмейді. Егер 30-40 күн просрочкаға кетіп қалатын болса, не болуы мүмкін? Егер кредитті және коллекторлардан қашып жүрген жағдайда сізді сотқа береді. Бұл әдетте 30-40 күндік просрочкадан кейін болады. Кейбір жағдайда бұдан тезірек немесе кейінірек болуы мүмкін. Сот сіздің қатысуыңызбен істі қарайды. Кейін төленбеген сумманы пайыздарымен бірге тексеріп, содан соң сізден алу туралы шешім шығарады. Несие беруші ұйым осы шешімді алып, сот орындаушыға хабарласа алады. Сот орындаушы күшпен сумманы өндіре алады. Тағы бір жағдайда нотариус сотсыз қарызды өндіруге қатыса алады. Нотариустың шешімі бойынша да кредит беруші сот орындаушыға хабарласа алады. Сот орындаушы әрі қарай белгілі бір әрекеттер жасайды. Қарыздың көлемімен келіспеген жағдайда шағым жасай аласыз. Сот орындаушы не жасай алады? Несие беруші ұйым сот орындаушыға хабарласқаннан кейін не болуы мүмкін? Әрине, проблема болады, ол былай. Сот орындаушы қарызды өзі өндіруді бастайды. Әрі қарай сот орындаушы қарызды өндіре бастайды. Ол үшін банк шотына, жеке мүлікке, автокөлікке арест қояды. Қарыз сумманы айлықтан немесе басқада табыс көздерінен ұстап қала алады. Қазақстаннан шығуға тыйым сала алады. Егер қарыз көлемі 20 МРП-дан жоғары болса, лицензия саласындағы құжаттар, арнайы рұқсаттар және бұрын лицензияға берілген құжаттардың жұмысын тоқтата алады. Ол үшін қарыз сумманың көлемі 250 МРП-дан жоғары болуы керек. Ең жаманы жылжымайтын және жылжитын мүліктерді алып қоя алады. Бұл мүліктерге үй немесе көлік немесе сол сияқты заттар кіреді. Осындай мәселеге тап болғанда қалай бұны бейбіт жолмен шешуге болады? Несие берген орынға хабарласып, ай сайын төленетін ақшаны азайтып, несие төлейтін уақытты ұзартуды сұрауға болады. Осылай сізге ай сайын төленетін сумманы өзгертіп, ақша төлейтін уақытты өзгертіп береді. Бұлай жасаған кезде бәрін есептеп, ақылмен барыңыз. Себебі уақытты өзгертемін деп артық пайызды да жүктеп алуыңыз мүмкін.